Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет алмалы бәліш пісіретін боламыз. Бәліштеріміз өте дәмді, өте тәтті болып шықты, және бір жасағаннан мінсіз болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болыңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізіп ұнымызды саламыз. Үстіне қопсытқышымызды саламыз. Сары майымызды салып, қантымызды салып, жақсылап крошки дайындайтын боламыз. Толық рецепті төменде описанияға жазып кеттім қыздар. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен менде 24 диаметрлік табамен бір бәліш шықты. Жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, міне осындай крошкаларымыз дайын болды. Енді бір шетке алып қоямыз. Арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге алма, сары май және қант, корица қажет болады. Алмаларымыздың бәрін ортасынан кесіп, жақсылап тазалап алып, осылай майдалап, турап аламыз бір келгетіп. Дайын болды алмаларымыз. Ыңғайлетіп ыдысқа салып аламыз. Табамызды отқа қойып, үстіне сары майымызды саламыз. Отты орташа етіп қойыңыздар қыздар. Қантымызды саламыз. Жақсылап ерігенше бір келкі болып араластыратын боламыз. Міне еріп шықты. Енді үстінен алмамызды саламыз. Алмамызды салып болған соң, тағы да жақсылап араластырып, 2-3 минут осылай қорып алатын боламыз. Араластырып. Дәміне қарап корица қостым. Егер сіздерге ұнамайтын болса, қоспай қоссаңыздар да болады. Міндетті емес, бірақ бәлішімізге ерекше дәм беретін болады. Міне дайын болды начинкамыз. Бір шетке алып қоямыз, оттан түсіріп. Табамызды аламыз. Мен майлаған жоқпын, өздеріңіз көріп тұрғандай. Крошкаларымызды салып, барлық жеріне дейін жайып аламыз. Кішкене бөлігін алып қалдым бетіне сепкенге. Міне осылай бортик жасаймыз достар. Асты жабыспайды, майламай қойсаңыздар да болады. Барлық начинкамызды енді бетіне салып, бір келкі етіп, барлық жеріне жететіндей етіп, жайып аламыз енді. Духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар осы уақытта 180 градусқа. Пештеріңізге қарап көресіздер. Мен 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді үстіне крошкаларымызды саламыз, барлық жеріне жететіндей етіп. Дайын болды. 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты бәліштеріміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет, дәмді болып тұр. Өте нәзік. Арасын бар толықтай пісіп шықты қыздар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісемін. Сау болыңыздар.